Торғайдың тозуы. Бұл кезде Торғай облысының орталығы, арқалық, күрделі инфрақұрылымды айтпағанда қарапайым әлеуметтік саланың өзі ілініп әзер тұрған. Теледидар болса да жоқ. 1930 жылы Мәскеудегі көсемдер біз одақты радиомен түгел қамтыдық деп жаһанға жар салған еді. Бірақ сөз жүзінде жасалғандай. Арада 40 жыл өтсе де радио арқалықтың 30%-на ғана барған. Ауылдық жерде дүкен, медпункт, монша сирек кездеседі. Қаланың өзінде универмаг, амбулатория, ресторан дегендер атымен жоқ. Өркениеттің нышанын білдіретін бір ғана орын сақталған. Ол 25 адамдық жалғыз монша. Ал Совет үкіметі сол уақытта Кремльге бүйрегі бұрған жер шарының түкпір-түкпіріндегі Лаос, Вьетнам, Ауғанстан, Куба, Солтүстік Корея, Венесуэла сияқты тіпті Африканың мешеу мемлекетіне дейін көмектесіп, ақшаны вагонымен төгіп жатқан. Білікті инженерін сол елдерге жұмсап, мектеп, аурухана, көпір, монша, әуежай, университет соғып, есепсіз жарылқады. Осылайша Совет үкіметінде ит басына іркіт төгіліп жатқанда, Қазақстанның қақ жүрегінде тұрған арқалық аймағы неліктен мұнша тозып кетті? Оның да ауыз толтырып айтар себебі бар. Ресей империясынан бері шовинист орыстар қазақты бағындыра алмай жанталасып жатқан. Бұл кезде башқұрт пен татар езіліп, олардың алды шіркеуге барып шоқынып біткен. Ал Торғай даласы қазақтың қайнаған тіршілігінің отаны. Тарихшы Жамбыл Артықбаевтың пайымынша, ұлтшылдық дерті алғаш осы аймақтан шыққан. 19 ғасырдың аяғында Ресей империясы қазақ балаларын орысша оқытып бастады. Осылайша қазақша оқулықтың жоғынан балалар сауатын татарша не орысша ашып жатты. Тілге, дінге, салт-дәстүрге шабуыл басталды. Бұрын жаугершілік заманда ел шетіне жау келсе, батырлар атқа қонып майдан даласында соғысатын. Ал бұл көзге көрінбейтін, саусаққа ілінбейтін жау ұлттың санасына шабуылдап жатты. Халық онымен қалай күресудің жолын білмеді. Баласын мектепке бермейін десе, ұрпағы сауатсыз болады. Оқытайын десе, тілі мен санасы орыстанады. Осы кезде Ыбырай Алтынсарин ұлтшылдық оттың ұшқынын жарқ еткізді. Ол қырда алғаш қазақ мектебін ашып, шәкірттің жүрегіне ұлттық рухтың ұрығын екті. Бақылаушы билікке: қазақша сабақ өтпесем болмас. Жұрт діні бөтен деп менен қашып жүр. Сол үшін қазақша оқулық шығаруға рұқсат етіңдер, деп хат жаза бастады. Ақыры мектеп оқулығын қазақша жазып шығарды. Тәрбие сағатында өтетін пәнге Қисса Сүләмбияның қиссаларын қолданды. Алтынсарин феномені Торғай даласында жаңаша толқын туғызды. Ұлт ұстазы Ахмет те сол мектепте білім алған. Ыбырайдан басталған ұлтшылдық идея Ахметке жұғып, одан Міржақыпқа ауысады. Осылайша ортаға Оян қазақ деген ұран тасталады. Бұл рухани дерт асқына келе, Семейдегі оқыған азаматтарды жаралайды. Осы дерттің екпінімен 1918 жылы Алаш үкіметі құрылады. Оның көсемдері 1937 жылы репрессияға ұшырап, атылып біткенше мектептегі пәндерді қазақша жазып тастады. Солар жаққан ұлтшылдық толқыны әліге дейін басылған жоқ. Бұл мектептің екпіні Спандияр Көбеев, Бекет Өтетілеуұлы, Міржақып Дулатұлы, Мағжан Жұмабаев, қазақ қыздарынан шыққан алғашқы ғалым Нәзипа Құлжанова, алаш заңгерлерінің бірі Ахмет Бірімжанов, Ғабит Мүсірепов, Бейімбет Майлин, Сұлтанмахмұт Торайғыров, Мұхаммед-Сәлім Кәшімов, Ильяс Омаров, Сырбай Мәуленов, Ғалым Байназаров, Қойшығара Салғараұлы, Төлен Әбдік сияқты зиялыларды дүниеге әкелді. Оқыған азаматтар қазақтың тілін, әдебиетін, мәдениетін, ән-күйі мен жырын күшейтіп, халықты оятып жатқанда, 1916 жылы Амангелді Иманов патшаға қарсы көтеріліс бастады. Бұл империяның жүйкесін жұқартқан жағымсыз оқиға болды. Қазақтар одан сайын рухтанды. КСРО орнаған соң Ахмет пен Міржақып алаш қозғалысының ұйытқысы болды. Алаш атауын да айналымға енгізген осы екеуі. 1937 жылы бұлар атылғанда, олардан тәлім алғандар мәдени майданды қыбын тауып жалғастыра берді. Қадыр Мырзалиннің мына бір өлеңі Торғайдың тарихтағы мәні мен миссиясын аша түскендей. Ел басына төнген шақта қара аспан, ер азамат бір-біріне қарасқан, еркіндік пен елдік үшін торғайдай шырылдаған, торғайсың сен о бастан. Талай заман өтті үстіңнен бұлт тартқан, топ жаңартып көнетікті ұлт тартқан. Ақындарың алдаспамен жыр жазып, тұлпарларың тұяғымен күй тартқан. Сондықтан Карфаген түгел қирауы керек деп,
Рим сенаты үрейленгендей совет үкіметі үшін торғай даласы бүлік пен бұлқыныстың ошағы саналған. Советтер мақсатына жетіп те қалған. Торғай жұрты бұрынғыдай көшіп қонып жүре алмайды. Ал заманауи байланыс жолдары атымен жоқ. Осылайша экономикалық қысымнан бөлек мәдени вакуумда тұншығып жатқан кезде торғай даласына Ильяс Омаровтың көзін көріп ұлтшылдықпен ауырған Өзбекәлі Жәнібек келеді. Назарбаев кезінде алаш идеясының туына себеп болған Торғай мен Семей аймағы облыс ретінде таратылды да кері кетті. Бір қызығы, дүрілдеп тұрған Торғай облысының неліктен екі рет ашылып, екі рет жабылғаны түсініксіз. Семей облысы былтыр ғана президент Тоқаевтың пәрменімен қайта құрылды, ал алаш жұртына толқын туғызған Торғай даласының күні бүгінге дейін қараусыз артта қалып келе жатқаны түсініксіз. Торғайдың түлеуі. Өзбекәлінің негізгі мамандығы тарихшы. Бұл өлкенің қазақ тағдырында қандай қилы кезеңді бастан кешкенін жақсы білетін. Бұған дейін де өнер саласына ден қойып, қазақ этнографиясын түбінен қопарып зерттеуді жолға қойған. Сондықтан Торғайға өз еркімен сұранып келген ол. Бір шетінен осы зерттеу жұмысын байытып алатын болдым деп кәдімгідей қуанған. Ең бірінші қазақтар тығыз қоныстанған Жангелдин және Амангелді аудандарын аралайды. Ондағы мақсат мектептегі білім беру жүйесін тексеру. Себебі қараңғылық мектептегі сапасыз білімнен басталады. Күдігі расқа шықты. Орыс тұрмайтын ауылдарда орыс сыныбын ашып тастаған. Қазақ сыныбында 43-45 бала сыймай отырса, орыс сыныбында 4-5 оқушы ойнап отырған. Қазақ сыныбы баланың көптігінен оқи алмайды. Ал орыс сыныбы орысша сабақ беретін мұғалімнің жоғынан дүбәраға айналған. Яғни оқушы да қазақ, мұғалім де қазақ, бірақ оқулықтары орысша. Ұстаздар орысша оқулықпен дәрісті қазақша түсіндірген. Орыс сыныбын аштырып, баласын оқытқандар совхоз директоры, парторг, ауыл кеңсесінің төрағасы, бас бухгалтер, бас агроном сияқты лауазымды кісілер. Яғни, баламыз орысша оқыса, жерде қалмайды деген таяз түсінікпен ашылған. Осының кесірінен мектепте не орыс емес, не қазақ емес дүбәра күйге түскен. Бір күні Өзбекәлі Торғайға іссапармен келіп қалған. Оқу министрі Балахметовті осындай сыныптың біріне әкеліп, ашық сабаққа қатыстырды. 7А сыныбындағы озат оқушы тақтаға шығып, орысша 3 сөз жазған кезде 3 қате жібереді. Мұндай сорақыны көрген кезде министрдің өзі таңғалады. Өзбекәлі осыны пайдаланып, көрдіңіз ғой, жолдас Балахметов, орыс мектебінің сыйқы осы. Қазақ ауылына орыс сыныбын ашудың қажеті жоқ деген нұсқау хат беріңіз. Мұндай бейшаралық бізде ғана емес шығар. Министр оған жиында қараймыз дейді де жым-жырт жоғалып кетеді. Бұдан кейін Өзбекәлі облыс басшысы Сақан Құсайымовтың кабинетіне кіріп, ақсап жатқан білім саласын қайта-қайта көлденең қоя береді. Бір қызығы, Өзбекәлінің әруағы асты ма, әлде Сақан өзі де іштей түсінді ме, оған қарап: «Әй, Өзбекәлі, өзіңе не керегін менен жақсы білесің, маған күнде келе берме. Біреу сені тыңдамаса, өзім басқаша сөйлесемін», деді. Осылайша Өзбекәлінің қолына тежеусіз билік түсті. Сақан сауатты экономист, бірақ идеология мен мәдениет саласын жетік білмейтін. Бұл салада шабан екенін жасырмай бір жиында: «Несін жасырайын, өмір бойы мемлекеттік жоспардың орындалуын қадағалаумен айналыстым. Ал идеологияны менен жасы кіші болса да Өзбекәлі көп біледі. Сондықтан оның ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс», деп төтесін қойды. Үзілісте Өзбекәлі: «Сәкеу, бірінші хатшы идеология жұмысын білмейді деп айтуға бола ма? Мұнан кейін ел жұрт біз жайында не ойлайды?» деді ол. «Не ойласа оны ойласын, онда жұмысым жоқ. Әлде сенің менен көбірек білетінді ел жұрт аңғармайды дейсің бе?» деп сөзді доқарды. Шыны керек, ол заманда мұндай басшының Өзбекәлі сияқты дарынды кадрды ел алдында ашық мойындап, төбесіне көтеруі әулиелік деңгей десе де болады. Өзбекәлі де оған қарыз болып қалмады. «Тағдыр тағылымы» деген мемуарында Сақан Құсайыновтың іскерлігі мен адамшылығын бүкпесіз баяндады. Сақаннан қолдау тапқасын Өзбекәлі идеология жұмыстарын ешкіммен ақылдаспай, санаспай, ықпай, бұқпай, батыл түрде жүргізді. Ең бірінші дүбәра мектептің көзін құртып, орыс сыныбын түгел жауып тастады. Бұған ең бірінші жергілікті мұғалімдер қуанды. Себебі орысша оқу жоспарын жазу азабынан құтылды. Есесіне қазақ мектебінде білім сапасы күрт көтерілді. Ол заманда бұқара халыққа ақпаратты ең жылдам жеткізетін құрал радио болған.
Сол үшін жылжымалы буря радиостанциясын әкеліп орнатады. Артынша Торғай таңы және Тургайская новь облыстық екі газет жарқ ете қалды. Радионың қазақша бөліміне сауатты редактор іздейді. Ол кезде Арқалық сияқты қияндағы қалаға сауатты маман бармайтын. Іздегенге сұраған. Дәл сол кезде Қостанайға Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін бітірген Қойшығара Салғараұлы келе қалады. Оны Қойшығараның өзі былай деп баяндайды. Оқу бітірген соң Алматыда қалатын болғам. Бірақ ата жұртта қарт анам қалып қойған. Ол қартайғанда Алматыға көшпеймін деп отырып алды. Шешемнің көңілі үшін елге қайттым. Сол кезде Торғай облысы ашылып, жаңа кадрлар іздеп жатқан. Таныстарымның біреуі: "Сен де бақ сынап көрсең қайтеді?" деді. Мен ойланайын дедім. Тағы бірде жерлес жігіттер: "Торғай радиосына бас редактор іздеп жатыр. Ана Өзбекәлі деген бәле болды. Шамадан тыс кірпияз кісі екен. 1 мамыр мерекесіне орай радиодан хабар өтуі керек. Сол хабардың сценарийін жасау керек. Неше рет жазып апардық, біреуін жаратпады. Жазғанымызды бетімізге лақтырады. Бәлкім сен жазып берерсің", деді. Журналистика бітірген, әрі оған дейін қазақ радиосында істегені бар. Қиынға соққан жоқ. Сценарийді бір түнде мөлдіретіп жазып бердім. Өзбекәліге ұнапты. Жиын біткен соң: "Шындарыңды айтыңдар, мынаны кім жазды?" дейді. Олар мойындайды. "Ертесіне сені шақырып жатыр", деді. Бардым, бірден қабылдады. Қағазды көрсетіп: "Сен бе мынаны жазған?" деді. "Иә", дедім. "Бүгіннен бастап облыстық радионы сен басқарасың", деді. Осылайша ойламаған жерден бастық болып шыға келдім. Бірақ бүйткен жұмысы құрсын. Радионың бас редакторы мен емес, Өзбекәлі сияқты. Үйге ерте қайтқым келеді. Ол болса: "Қойшығара, кетіп қалма, қазір радиоға барамын", дейді. Келген соң менімен бірге түнгі сағат 1-2-ге дейін ертеңгі эфирден өтетін материалды талқылайды. Ол кезде Торғай радиосының музыкалық қоры жасақталмаған. Орнына пластинканы пайдаланамыз. Қыз жібек, Алпамыс батыр, мұңлық зарлық, ер тарғын, қозы көрпеш, баян сұлу, қобыланды батыр жырлары, одан бөлек қазақтың дәстүрлі ән күйлері жазылған күй табақтар үйіліп тұратын. Ол галстугі салбырап, еденге молдасы оқынып отырып, алдына пластинканың бәрін жайып тастайды. Сөйтеді де ертең эфирден өтетін жыр, күй, әнді өзі таңдайды. Әбден көңілі толған соң мені үйіме қайтарады. Өзбекәліні тамыршы десе де болады. Кабинетте отырып халықтың көңіл күйін дөп басып біліп отыратын. Қай сағатта эфирден қандай ән күй берілу керегін жан жүрегімен сезіп тұратын. Жұрт кешке үйіне жиналып, жаппай радио тыңдайтын уақытта олардың езілген еңсесін көтеріп, шөлдеген көңілдерін рухани жырлармен гүлзар баққа айналдыратын. Онымен талай рет сапарлас, сырлас болдым. Арқалықтан сөйлеп тұрмыз деп басталатын Торғай радиосы тірілгенде оны естіген жұрт: "Ойпырмай, бізде де мұндай керемет болады екен-ау" деп қуаныштан көз жасын тия алмапты. Бейнелеп айтсақ, көктің бәрі қуарып, әбден қуаңшылық жайлап, соңғы ағаштың тамыры солар кезде көктен нөсер жаңбырдың шелектеп құйғаны сияқты болды. Жуан жіңішкеріп, жіңішкенің үзілетін сәтінде Торғай радиосы қалғып кеткен Торғай жұртын әп-сәтте оятып, мұқала бастаған тарихи танымын қайта қалпына келтірді. Қонаев бір сапарында Торғайға соғады. Азанда: "Арқалықтан сөйлеп тұрмыз" деген дауысты естігенде селк ете қалады. Фонында Амангелді фильміндегі әсерлі әуен ойнап тұрған. Қатты әсерленген Қонаев таңданысын жасыра алмай: "Мен бүгін Өзбекәлі соққан қоңыраумен ояндым", депті. 2 жылдан соң облыстың өз телеарнасы іске қосылды. Облыстың 70% теледидардан жаңалық көретін болды.